Қайырлы күн достар, жасалу жолы өте оңай. Үй жағдайында табиғи балмұздақ дайындаймыз. Керегі алдын ала тоңазытқышқа қатырылған банан, құлпынай, сгущенка, сүт қажет болады. Осы аталған заттардың барлығын блендерімізге саламыз. Одан соң жақсылап тұрып, езіп, араластырып аласыздар. Одан кейін езіліп алғаннан кейін кез келген ыдысымызға құйып, тоңазытқышқа қатқанша жіберетін боламыз. 5 сағаттай қатады. Балалардың сүйіп жейтіні анық. Кәдімгі дүкеннің балмұздағынан еш кем емес. Сондықтан жасауға сіздерге кеңес беремін. Мінекей, енді осыны қатыруға жібереміз. Мінекей шықты, енді осыны ыдысымызға әсемдеп ұсынсаңыздар болады. Ас болсын, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Және инста парақшамда бар, онда Әлден Гаухар деп терсеңіздер шығады. Парақшама да тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Әлден Гаухар, келесі кездескенше.